Қайырлы күн, құрметті кәсіпкерлер. Мен бүгін сіздерге М-биогум, яғни витаминді қалай дайындау керектігін көрсетемін. Міне, біз бірінші мына хлор жоқ суды 30-40 градуста жылытып алдық. Міне, жылытып алып, шелекке құйдым. Шелекке құйғаннан соң, мұнда 2 кило шекер бар. Мен сол 2 кило шекерді саламын. Не, 2 кило шекерді салдым. Мен ол жақсылап қозғап біраз ертіп аламын. Міне. Біраз қозғап ертіп алғаннан соң, міне мынаның ішінде 1 литр М-биогум бар. М-биогум бар. Міне, мен жылы суға салып 30-40 градус суға шекерді салып жақсылап қозғап ертемін. Және оған 1 литрлік М-биогум құйып, мен жақсылап қозғап қойып қоямын. Бұл осылай мына күннің жылуында 2 сағаттай тұрады. Міне қойып қойдым, 2 сағаттай тұрады. 2 сағат тұрғаннан кейін мына 200 литрлік бочкаға мына құдықтан 25, бұл құдықтағы су қазір жылы. Бұл кәдімгі ешқандай хлоры жоқ су. Осы хлоры жоқ суды мына бочкаға толтырып қоямын қазір. Сонан соң бұл суда 2 сағат күнде жылып тұрады. Және мына бактериямда жылы суда бар өте жақсы көбейеді. Шекерлі әрі жылы суда бактерия, миллиондаған бактерия көбейеді. Көбейгеннен кейін 2 сағаттан кейін мына жылып тұрған суға мен М-бактерияны қоса, М-биогум, кешіресіздер, М-биогумды қосамын. Бұл витамин М-биогум. М-биогумды қосып қоямын. Бір жарты сағаттан кейін мен мына жақтан бұрттарға сеуді бастаймын. Көрдіңіздер ма? Міне осылай витаминді дайындау процесі осындай. Ешқандай қиындығы жоқ. 200 литрлік бочкаға 1 литр М-биогум қосасыздар, және 2 килограмм шекерді жақсылап жылы суда ертіп, үстіне М-биогумды құйып, 2 сағат қойып, сонан соң қосып, біраз қойып қоямыз. Бактериялар 2 сағаттың ішінде мына бочкада да бір жақсы көбейеді тағы да. Міне сонан бір жарты сағат қоямын ғой, соны құйып қойғаннан кейін. Кейін абортқа, мына бұрттарға апарып себе беремін. Міне М-биогумды пайдалану жолы осылай. Енді мен сізге екінші жағын түсіндірейін. Мына көріп тұрғанда мына ящиктерге біздер гөңдерді салып қойдық, дайындап. Біз бұны қазір шылаушан аулап алу үшін қолданамыз. Қазір ішке алып барып мен сізге көрсетемін. 1 минут. Бізде мына іште қазір 75 квадрат метр жерде, міне мына көріп тұрғанда 75 квадрат метрні 3 қатар 75 квадрат метр жерде биогумстар жатыр. Біз енді сол биогумстар шылаушанды аулап алу үшін міне бұлай ящиктерді толтырмастан қоямыз. Ящикті осылай толтырмай қойып шығамыз. Гөңдерді салып. Міне қазір 25 квадрат метр жерге мен ящиктерді қойып қойдым. Бұның ішіне енді астындағы шылаушанның бәрі жоғары көтеріледі. Жоғары көтерілгеннен кейін біз бұларды кеше қойдық. Енді бүгін кешке шейін тұрады. Кешке бұл ящиктің бәрін аламыздағы орнына ана жақтан екінші партияны әкеп қоямыз. Солай 2 рет, 3 рет мынау биогумстың ішінде шылаушанды аулап аламыз. Биогумстың ішінде шылаушанды аулап алғаннан соң, мына астына жатқан биогумстың барлығын сыртқа шығарып үйіп тастаймыз бір жерге. Сөйтіп, мынау қазір 5 ай жатқан биогумс сыртта тағы да жатады, біраз уақыт, 1-2 ай жатады. Ал ішінде енді бұның ішінде кішкентай малюктары қалады, және жұмыртқалары қалады, сол жалқаулары қалады. Солардың барлығы мынаның ішінде қалған құтқан, биогумстың ішінде қалған құтқандарын жеп жатады тағы 1-2 ай. Әрі аналар жарылады. Оларды сол биогумстың ішіндегі шылаушандарды да аулап алу үшін және осылай ящиктерге гөңді салып аулап аламыз. Міне әрі кептіреміз. Кепкеннен кейін биогумстарды жақсылап тұрып, елеп қаптаймыз. Сонан соң 6 ай, 7 ай тұрған биогумс өте күшті қаныққан биогумс болады. Сонан соң біз оны диқандарға жібереміз. Міне, мен сізге қазір 2 процесс түсіндірдім. Біреуі М-биогум витамині дайындау процесі, ал екінші биогумстан шылаушандарды аулап алу тәсілін көрсеттім сіздерге. Ал енді тағы екінші тәсілі бар бұның. Мынандай аулап алғыңыз келмесе, егерде мына бос жатқан жер тұр ғой. Енді осы жатқан жер егерде үлкен ашық жер болса, осы ашық жер деп есептеңіздер. Осы ашық жерге біз әкеп ана жақ сырттан гөң төгеміз. Мысалы, ұзына бойы гөң төгіп шығамыз. Мысалы, енін 1 метр, ұзындығын 25 метр
сырттан әкеп гөң төгіп шығамыз. Сонда мұнда жатқан, биогумуста жатқан шлаушандардың бәрі пошаговый қасындағы свежий гөңге өтіп кетеді. Жаңадан тасталған тамаққа өтіп кетеді дегі. Ал мына жақтағы біраз уақыт қойып қоямыз. 10 күндей уақыттан кейін мынаның бетін бәрін сразу ашып тастаймыз. Ашып тастап, анда-санда аударып тұрамыз. Сонда биогумусымыз кебеді, әрі ішіндегі шлаушанның бәрі жанында жатқан свежий гөңге қарай өтеді. Свежий болған, свежий емес, кәдімгі жуылған гөңге қарай өтеді. Жаңа тамаққа өтіп кеткеннен кейін біз мына жақта биогумустың бәрін алып сыртқа шығарып тастап, керегімізге пайдалана беруімізге болады. Міне, бұның екінші түрі пошаговый өткізу. Жанынан тағы да гөң төгіп, шлаушандарды жанына өткізіп тастап, биогумустан босатып алуымызға болады. Ал енді осы жерде өздеріңізге керекті пайдаланыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, жазып отырыңыздар, жауап береміз. Мен Шымкент облысы Келес ауданы Абай ауылы, оңтүстік көшесі 25-ші үйде тұрамын. Байланыс телефоным 8701 293 57 98.